Қазір елімізде жолда қабылдау акциясы өтіп жатыр. Облыс орталығында халық көп жиналатын екі жерге муниципалдық автобус қойылған. Автобустарда жол полициясының өкілі, көші-қон қызметтерінің басшылары мен заңгер жұмыс істейді. Акция барысында тұрғындар көші-қон заңдары, автокөліктерді тіркеу, жүргізуші куәлігін алуға қатысты толық мағлұмат алды. Сондай-ақ мобильді топ мүшелері көрсетілетін мемлекеттік қызмет, әкімшілік айыппұлдарды төлеуде қолданылатын сандық мүмкіндіктер жайлы сұрақтарға жауап берді. Бетпе-бет ақылдасып, бүгінгі таңда осы біз такси талабында жұмыс жасаймыз. 3 жылдай турасы болып қалды жұмыс жасағаныма. Осы болашақта электронды жүйеде көп мағлұматтар, мысалы егов арқылы штрафтар, жаңа айтқандай көп мағлұматтар болса екен деген тілектеміз. Сала қызметкерлері заңға қатысты қандай да бір мәселемен келген азаматтардың ұсыныс тілегі мен арыз шағымына да құлақ асты. Жауапты болған, иә, совсем жауапты ұстаған. Неге десеңіз, ана жерде бізде сияқты үлкен кісілер жүреміз, балдар мен кісілер, әйел адамдар демалады, машиналар әрлі-берлі тіпті түнгі уақытта сол Мачук Маметовға дейін өтіп кететін машиналар бар. Жақсы, түсінікті. Бізде арнайы бөлім бар, жол техникалық инспекция. Ертең дүйсенбі күні жіберіп, сол аумақты тексерейік. Дәстүрлі шара халықпен кері байланыс орнатып, тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Жолда кездесіп, түсіндіріп, айтып, көптеген сұрақтарына емтихан тіркеу бөлімі бойынша қалай автокөліктерін есепке қою, шығару, соның ішінде жүргізу куәлігін қалай алу керек, қалай емтиханға дайындалу керек, жүргізу куәлігін алу, қандай құжаттар керек, сондай мәселелер орын алып отыр. Қала тұрғындарынан сұрақтары бейне камера орнату жөнінде кейбір аудандарға айыппұлдарды қалай төлеу жөнінде сұрақтар болып жатыр. Акцияда жергілікті полиция қызметінің басшылығы жол ережесін қатаң сақтап, қайғылы жағдайға жол бермеген тәртіпті жүргізушілерді марапаттады. Қабылдауға бас-аяғы 200-ге тарта адам келіп кеңес алған. Тұңғыш президент алаңы мен Сырымда атылы ескерткіш жанында өткен шара ертең жалғасады. Гүлдана Юпова, Рүстем Ишанов, Нұртай Бадырғали, Ақжайық арнасы.